Микроскоп бізге объектілерді үлкейтілген және кішірейтілген түрін көру үшін қолданыламыз. Оның оптикалық, ол үш бөлімнен тұрады: оптикалық, механикалық және де жарық беруші. Оптикалық бөліміне окуляр, объектив. Окулярдың өлшем бірлігі 5, 7, 10, 15. Объективтің өлшем бірлігі 8, 20, 40, құрғақ. Объективтер 90 иммерсиялық объективтер. Жарық беруші көздеріне табиғи және электрлік жарық көздері жатады. Айна тегіс және ойыс беттен тұрады, ойыс электрлік жарық қолданғанда. Конденсер бірнеше линзалардан тұрады және диафрагма. Механикалық бөліміне тубус, штатив, бағана, макробранда, микробранда, табан, заттық үстелшелердің брандалары, конденсердің брандасы және де объективтің револьвері жатады. Біз жұмыс істеу үшін оны ыңғайлатып сол иығымызға қарай қойып, және де макробранданы өзімізге бұрау арқылы оны көтереміз дағыны, айнаны жарық револьвердің көмегімен біз кіші өлшемге, яғни 8-ге қоямыз дағыны, сағат тілі бойынша бұрап, және айнаны жарық көзіне келтіріп алдық. Одан кейін өзімізге керекті препаратты алып, оның заттық үстелшеге орналастырамыз дағыны, брандасы арқылы біз ортаға қоямыз, және де макробранданы бұрау арқылы 1 см, 0,5 см түсіреміз дағыны. Оның заттық үстелшенің брандасы арқылы объективке туралай қоямыз. Тура қойып болғаннан кейін біз өзімізге қажетті, яғни макробранданы көру арқылы макробранданы бұрап, өзімізге қажетті өлшемді көріп алдық. 8-дік бойынша, және де енді осыны сағат тілі бойынша 40-қа ауыстырамыз дағыны. Макробранданы кішкене 1 мм өзгертіп, микробранданы оңға, алға, артқа кішкене бұрап көріп алдық. Бүйрек каналшалары эпителий болып табылады дағыны. Біз және препаратты алып, орнына қойып, макробранданы кері өзімізге бұрау арқылы, және оны сағат тілі бойынша бұрап, жұмыс уақытына қойып, оны макробранданы төмен түсіріп, айнаны өзінің орнына қойып, лаборантқа тапсырамыз. Екінші кезең басталды. Мынау сперматозоид, бұл аталғышының жасушасы, оның бойы гематоксалинмен боялады. Сперматозоидтың құрылысы, яғни аталық жасушаның құрылысы 4 бөліктен тұрады. Басы, мойны, ортаңғы бөлігі және артқы бөлігі. Бұл жерде сперматозоидтың басының құрылысына бас қабырғасы, вакуоль, ядро, ал мойын бөлігіне центриол, митохондрия, телиноида сақина және біліктілік филаменті. Ал артқы бөлігіне құйрықшасы жатады, яғни қабық. Сперматозоидтың тағы да, яғни аталғышының жасушаның құрылысына, басының құрылысына бас қабырғасының жиегі және митохондрия иірі жатады. Сперматозоидтың қызметі, яғни аталғыш жасушаның қызметі ұрықтануға қатысады. Басталды. Бұл жерде көрсетіліп отырған биологиялық мембрана және жасуша қабығының құрылысының схемалары болып табылады. Мына жерде липид молекулалары, билипид қабаты, үшінші интегралды белоктар, төртінші шеткі белоктар, бесінші жартылай интегралды белоктар, алтыншысы глюкокаликс, яғни мембрана үсті қабаты, жетіншісі мембрана асты қабаты, сегізіншісі актинді микрофиламенттер, тоғызыншысы микротүтікшелер, оныншысы аралық филаменттер, 11-шісі глюкопротеиндер мен глюколипидтердегі көмірсулардың молекулалары болып табылады. Бұлардың қызметі бір зат алмасуға қатысады, қоректік зат және рецепторлық, транспорттық және барьерлік затқа болып қызмет атқарады.
Болма. Сойғанда кір. 4-ші этап 3 минут. 4-ші этап. 4-ші этап гистологиялық препараттарды дайындау этабы. Ол гистологиялық препараттарды дайындау 4 кезеңде тұрады. Бірінші ағзадан кесіндіні алу және фиксациялау. Ол үшін қажетті ағзадан кішкене бөлігін кесіп аламыз, 0,5-1 см. Сосын фиксациялау ерітіндісіне саламыз. Фиксациялау ерітіндісі формалин немесе метанол. Әдетте 24 сағатқа. Фиксациялау дегеніміз бұл жасушаның аутаж процесіне сақтап қалу болып табылады. Бұл өзін қоршап жіберуден сақтайды. Бұған белоктарды денатурациялау арқылы қол жеткіземіз. Фиксациялау болғаннан кейін препаратты ағын сумен бірнеше рет сағат бойы жуамыз. Одан кейін материалды тығыздау және сусыздандыру. Материалды тығыздау бұл микротомда препаратты кесуге мүмкіндік туғызуға арналған жағдай болып табылады. Бірінші тығыздаудан алдын жаңағы сусыздандыру алуымыз керек. Сусыздандыру үшін жаңағы спирттер қатарына өткізуіміз керек. Ол үшін спирттер 60, 70, 80, 96, 100% спирт этанолды қатарынан өткізіп, сосын этанол ксилолдан өткіземіз. Ксилолдан кейін жаңағы тығыздау үшін негізінде парафин және целлулоидин қолданылады. Парафинге құю үшін ең алдымен ксилол парафин, сосын сұйық парафинге 22-26 градуста 1-2 сағат бойы қайнатамыз. Сосын жаңағы су қанша толысып, жаңағы препарация кесіп алып, жаңағы арнайы кубиктерге орнатамыз. Одан кейін кесінділер дайындау. Кесінділер дайындау бұл микротом кубиктерге дайындалған препаратты арнайы объектте орнатылатын микротом арқылы кесінділерді кесіп аламыз. Ол үшін бізге Ол үшін біздің жаңағы жақсы айтып өткен препаратымыз мына кубиктерге орнатылған жаңағы препарат. Объектіге орнатып болған соң микротом объектісіне орнатамыз. Сосын мына микротом жаңағы препаратқа тікелей бағытталған 90 градуста кесуге арналған пышағы микротом. Бұл осы арқылы препаратты кесіп аламыз. Кесіп алынған препаратты жылы су жазу үшін жылы суға салып, шыны жаңағы препарат ыдысына саламыз. Одан кейін препараттарды бояу және консервіге бекіту әдісі болып табылады. Препараттарды бояу ең алдымен бұл парафиннен ажырату процесін өткізуіміз керек. Ол үшін біз және де осы спирттер қатарына өткізуіміз керек. Оған 60, 70, 90, 96, 100% спирттер қолданылады. Одан кейін жаңағы заттық шыныға орнатылған препаратты орнатылғаннан кейін жабыстырады. Бұл орнатылғаннан кейін арнайы бояғыштарға саламыз. Ол үшін бірінші бір бояғышқа салып, ағын сумен шаямыз. Егер екінші бояғыш қолданылатын болса, екінші бояғышқа да саламыз, сосын ағын сумен шаямыз. Одан кейін бұның препараттың мөлдірлігін жоғарылату үшін ксилол карболол ерітіндісіне салып, жаңағы мөлдірлігін жақсартамыз. Одан кейін бұғын шынының бетіне канадалық майын бір тамшы тамызамыз. Егер ағзалық кесінді болатын болса, егер жағынды болатын болса, оған қарабай майынан бір тамшы тамызып, жаңағы препараттың бетіне орналастыратын шынын орналастырамыз. Бұл осы ережелердің барлығы ереже бойынша орындалатын болса, бұл препарат жылдар, айлар бойы сақталады және оның сапалығы өте жоғары болады. Сонымен гистологиялық препаратты дайындау өте қажырлы да көп еңбекті талап ететін еңбек болып табылады. Бояуларға келетін болса, бояулар 3 түрлі бояу болады. Нейтрофильді, қышқылдық, негіздік және бейтарап бояулар. Қышқылдық бояулар ол негізінен эозинді бояулар. Бұлар аксофильді жасушалардың аксофильді бөлімін бояйтын негіз бояу болып табылады. Одан кейін жаңағы негіздік бояулар олар гематоксилин. Бұл жасушаның негізгі базофильді органоидтарын бояуға арналған бояу болып табылады. Және бейтарап бояу ол азур 2 бояу болып табылады. Ол жаңағы екі жақтама бояу кезінде қолданылады. Sen koyma var. Artık sağlık olur. Первый этап у нас 3 минуты. Подходить на микроскоп. Начинайте. Микроскоп состоит у нас из 3 частей. Механическая, осветительная и критическая часть. Механическая часть у нас относится основание, колонка, штатив, тубус, предметный столик с винтами предметного столика, макровиты и микровиты.
К осветительной части у нас относятся источник света, зеркало, конденсер, диафрагма. Так, к оптической части у нас относятся окуляр и объективы. Окуляр у нас имеет увеличение 7, 10, 15. Объективы у нас имеют увеличение 8, 20, 40 и для иммерсионного 90. Так. Для начала мы должны поднять штатив на себя, поставить на самое малое увеличение, настроить свет до появления светло-голубого пятна. Берем гистологические препараты, за края или же за название, ставим на предметный столик. Так. При помощи винтов предметного столика настраиваем препарат в центр статуи. Опускаем на 0,5 см штатив и, поднимая на себя, настраиваем четкость. Вот. Это у нас гистологический препарат, кубические эпителии канал цепочек. Для лучшего рассмотрения мы ставим на большое увеличение. И также, поднимая на себя, настраиваем четкость. А для большего четкости мы можем делать микровинтами шаг вперед и шаг назад. Все. Все. Потом поднимаем опять-таки штатив на себя, ставим в нерабочее положение объективы, убираем гистологический препарат, ставим в горизонтальное положение зеркало, опускаем штатив. Все. Сколько оно? На гистологическом препарате указан сперматозоид. Сперматозоид условно подразделяет на 4 части. Это головка, шейка, тело и хвост. В головке содержится головка чехлика, вакуоль и концентрированный ядерный материал. Головка. В теле у нас имеется митохондрия и терминальное кольцо. В хвосте же содержатся у нас осевые филаменты, каждый из которых имеет оболочку. На протяжении всего тела и хвоста у нас имеется митохондриальная спираль. Основная функция сперматозоида заключается в оплодотворении. Сперматозоид у нас окрашен гематоксилином. Все. Третий этап. 2 минуты. Время пошло. Это схема строения женской половой клетки. Первое – ядро, второе – цитолема, третье – фолликулярные эпители, четвертое – лучистый венец, пятое – кортикальные гранулы, шестое – желточное включение, седьмое – блестящая зона и восьмое – рецепторы атракции ZP3N от степени. Функция оплодотворения участвует. Все. Хорошо. Столько время. Для приготовления гистологического препарата у нас используются 4 метода. Первое – это взятие и фиксация материала, второе – обезвоживание и уплотнение, третье – приготовление средств, и четвертое – это окрашивание и заключение канцелярии еду. Первое – это взятие и фиксация материала. Мы берем из соответствующего органа вырезания большие кусочки, это 0,5-1 см, и погружаем в фиксатор формалин или метанол, обычно 24 часа, для предупреждения процесса аутолиза. Потом мы их должны промыть в проточной воде несколько часов. Следующий у нас идет этап – это обезвоживание и уплотнение. Обезвоживание – это производство для того, чтобы гидрофобный уплотнитель мог проникнуть в ткань. В качестве обезвоживания мы должны привести по батарее спиртов. Это с возрастающей концентрацией. Это 70, 80, 96, 100% спирте этаноля. Затем мы их уплотняем при помощи парафина и целлоидина. Уплотнение, чтобы нам было легче резать его на микротоме. Следующий у нас идет приготовление срезов. Для приготовления срезов у нас используется специальный прибор, это микротом. Микротом состоит у нас из микротомного ножа, объектодержателя и морфометрической системы.
Затем мы должны взять срез и отправить его для следующего этапа, то есть окрашивания. Для окрашивания мы должны вначале положить его на предметное стеклышко и его отправить промыть, чтобы избавиться от парафина, мы должны его промыть в ксилоле. Затем мы, чтобы избавиться от ксилола, мы должны его промыть в абсолютном спирте. После этого мы его должны промыть сначала в проточной воде, затем в дистиллированной воде. Потом мы его помещаем в раствор гематоксилина. После этого мы должны еще раз провести его по батарее спиртов по возрастающей концентрации. Затем мы его окрашиваем другим окрасителем, то есть это эозином. После окрашивания мы должны его промыть в дистиллированной воде. После этого мы должны его промыть в карболксилоле, чтобы избавиться от лишней краски. И в конце мы должны его накапать на него каплю канадского бальзама. И все. И закрыть его должны при помощи стеклышек покровным стеклом сверху. У нас существует 3 вида красителя. Это кислые, основные и нейтральные. К кислым у нас относится эозин и кислый фуксин. А к основным у нас относится гематоксилин и азур-2. А к нейтральным у нас относятся как и кислые, так и основные красители. Распространен у нас является гематоксилин и эозин. Методик, который рассказал. И сейчас я вам рассказала именно методику окрашивания именно гематоксилином и эозином. Все, молодец. Точно.